Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде 18 маусым сәрсенбі, Калифорния штатында Лос-Анджелес қаласының аймағында кетіп баратыр. Жолға шыққаныма жарты сағаттай болды. Жолға шыққаныма 21 миль, 22 миль болады. 22 миль жүрдім. 3 ай демалыстан соң жұмысқа шыққам. 3 ай демалып, наурыздың ортасында демалысқа шығып едім. Қазір енді маусымның ортасы. Жұмысқа оралдым. Былай айтқанда сағат түнгі 1-де. Қазір бізде сағат таңғы 7 болып тұр. 6 сағат алдын ұшып келгем ғой. Лос-Анджелес қаласына. Денвер қаласына. 2 сағат ұшқамыз. Кеше сейсенбі күні ұшаққа билет алып $200 Денверден Лос-Анджелеске. 12-де қону керек едім Лос-Анджелеске, бірақ 1 сағатта ма кешікті ғой. Ұшаққа отыра салысымен ұйықтадым. Түнгі Колорадодан уақытымен түнгі 12-де отқам ғой. 12-де ұшқан. Мен неқтің уақытымен Лос-Анджелестен Денвердің уақыт аралығы сағатпен Лос-Анджелес Денверден 1 сағат артта. Денверде 12, түнгі 12-де ұшқанымда мияқта 11 етті. Сонда Денвердің уақытымен түнгі 2-де ұшып келдім, мияқтың уақытымен түнгі 1-де. Әуежайынан бір дос бала күтіп алып, тракторған жерге әкеліп тастайым дегенше, 2,5-3 болды ғой. 3-тен аса кетті. Сосын дос бала, сосын мен жатып ұйықтадым да 6-ға дейін 1 сағат алдын оянып, трактор оталдырып, ұяқ-бұяғын тексеріп, төмен жолға шыққам, жұмысты бастағанбыз. Бисмилла. Бағана көрсетейін деген едім, бірақ көрсете алмай қалдым. Таңғы кезде Лос-Анджелестің аймағында бүкіл кептелістердің бәрі сол Лос-Анджелеске қарайды. Абылай Лос-Анджелестен кері шығып баратқан бағытта ешқандай кептелістер жоқ. Жол ап-ашық. 50 мильдік жер. Барып бір көлікті алып кету керекпін. Сол 50 мильдік жерді негізі түстен кейін жүретін болсақ, Лос-Анджелестен бері шығатын бағытта өлдім, бір 2,5 сағатқа созылатын еді ғой мына жол. Өлдім дегенде. Ал дәл қазір 6:30-да шыққам, қазір жарты сағат болып жүріп отқаныма. Сосын қазір 28 минуттан соң жетем. 1 сағат кетіп отыр ғой 50 мильдік жерге. Солай жалпы жағдайлар. Қазір барып енді көреміз көліктерді алдына. Бірінші көлікті Фонтана деген жерден алам. Трактор тұрған жерден 50 мильдік жерде орналасқан. Одан ары қарай кейін басты жүкті, басты көліктерді алып едім. Маңызды, ең маңыздысы Феникс қаласынан. Бұяқа бір Фонтанадан ары қарай 350 миль ма, сондай 6-7 сағаттық жол ғой. Бұяқа барып келесі көліктерімді алып кетемін. Мына жерден бір көлік алып. Калифорниядан Огайо штатына жүреміз. Сағат 7-ден 43 өтті. 5 минут алдын келгем осында. Мынандай өнеркәсіптік аймаққа келгем. Мияқта скрап ярд дейді ғой. Скрап ярд.
Krab qo'qis, bunday temir qo'qis. Temir qo'qislar jinovadir. SA Recycling deydi bu. O'ngdeydi, bunday aytganda. Bu yerda kecha negizi ko'lik olib ketib kerak negiz. Kecha 5 ga дейін жасайды degan edi. 5 dan keyin alamaymiz degan edi. Ber olmaymiz degan edi. 5 dan keyin kelsеңдер. Al bugun azanda 7:30da ашыламыз degan qo'y. So'g'an 7:30da mo'ljaldab kelgan qo'y, asықпай. 15, 6, 14 degan meкен-жай керек bizga. Осылардың біреуі әйтеуір, ауа жерлер көрсетіп тұрған. Қазір көреміз, ана жерде мекен-жай нелері тұр. Осы жерден бір көлік аламын да, содан ары қарай Фениксқа, Манхейм, Аризонаға. Міне 15, 6, 14. Бұл енді бұл ана жерге қойған ғой. Осы жерлерде түсініксіз бір нелер орналасқан екен. 15, 6, 14 қайсысы екен? Auto wrecking дейді. Auto wrecking мынау ғой сонда. Көреміз енді. Auto wrecking не жағында ол? Не жағында деп тұрып офисті көреміз қазір. How you doing? Hey. How you doing? Hey, where's the address 15614? 15614? ¿Qué número tienen aquí ustedes? 15614. How you doing? 15614. Oh, Yeah. it's right here, right? Yeah. I'm here to get some vehicle. Acura MDX. From where? What company? It was, let me see. Сағат 8:25 болды ғой. Бағана мына жер екен да. Қара дарбаза тұр еді. Сол жабық еді ғой. Қоңырау шалып, сөйлесіп, үйтіп-бүйтіп. Мыняқта адамдар келем дегенше осынша уақыт өтіп кетті. Мынақ басқа екен да. Бір мекен-жай, бірақ мына жағы А, мына жағы Б. Сонымен мыналар енді келді, қазір енді кіріп алып кету керекпін ана көлікті. Көлікті шығару үшін. Hey, good morning, sir. Hey, I'm here to pick some Acura MDX up. That goes Acura? to From who? Who'd you talk to? 5-star auto. Not here. Not here? No. But they told me over here like let me call him. Бұл да түсінбей қоңырау шалып сөйлескеннен кейін анықталды қай көлік екен. Ана Acura MDX қой. Мыналарды қазір шығарып 3 көлікті шығару керек қой. Ананы шығару үшін от алып жүріп тұр деген негізі, бірақ көреміз енді. Мына жерде не бір түрлі нелер бар екен. Бөлшектер. Көлік бөлшектері. Is that one run and drive? Huh? Is that one run and drive, right? That was on the drive,
This one doesn't? What about this Prius? Prius doesn't work good. Doesn't drive too? Blown engine. Oh man. Nissan Murano жүрмейді, мынау да жүрмейді. Мынаның қозғалтқышы жан түршінеген күйіп кеткен ба әлі. Мынау енді жүретін жер Toyota Forerunner. Мен барып ана нені дайындай берейін одан да. Тіркемені түсіріп екінші қабатына көтеріп қою керекпін ғой. Yeah, I'm gonna prepare my trailer. Okay, got it, brother. Yeah, I'm gonna prepare my trailer деген. Мен қазір тіркемемді дайындап қоямын. Көлік артуға дедім ғой былай айтқанда. Сегіз 30 болды. Мына жерде келгеніме былай айтқанда 1 сағат болып отыр ғой. 7:40-та ма, 7:35-те ма келген едім. Оған дейін киім-пиімдерімді, мына жұмыс киімімді киіп, ана ненің трактың ішін ақтарып, өзім киімдерімді тауып, со үшіп келген киімдерімді шешіп, азында тұрған кезде кеше болғанда түнде ғой былай айтқанда 4-5 сағат алдын деген кезде ұйықтаған кезде сол киім-пиіммен ұйықтай салған ғой, ештемен тексермей, ауыстырмай киімдерін, сонымен азында тұрып сол киімдермен сол айдап келе салғам. Мына жаққа келгеннен кейін өстіп киімімді ауыстырып аламын ғой деп. Ана көліктерді мұзып жатыр. Қазынан дайындап. Негізі о Акураны басына артам деп атқам, негізі ана кабинаның басына. Қазірше мына жерге қойып қоям да, Фениксқа жетіп алғанша 320 миль Фениксқа дейін. Сояқта ана 5 пикап тракты алған соң ананы былай қоя салам да. Фениксқа дейін демо баратындай, мына басында жүк болмайшы. Оталдырып тастап кеткен едім. Ана киім-пиімдерімді ауыстырып атқан кезде терлеп кетпейін деп со нетіп алғам ғой ішінде. Нені мұздатқышты, кондиционерді қосып, питьоны қосып қойдым. Мына 319 миль. 4 сағат 46 минут дейді. 4 сағат 46 минутымыз 5 сағат, 5,5 сағат болады. Сағат 1:18-де жетесін деп тұр, бір шамамен 2-3-терде жететін жарым бұйырса. Солай. Мен барып енді анан тіркеменің екінші қабатын түсіріп, рамптарын шығарып дайындап қойын. Болды, енді жұмысқа толығымен кірісеміз. Келесі 2 ай жұмыста болам. Бұйырса. Thank you. I'm gonna check all the other ones, so I got 5 total. Okay, So- you know where to take them out? Yeah, the same way, Yeah, right? under that liner door. Okay. Yeah, and if you need something, just tell one of the guards, and they'll call us on the radio. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Надо. Сағат 2:34 кетті. 10
10 минут алдын келген мұнда. 5 қағаз Манхейм аукционына келген ғой. Бірінші көлікті таптым, екінші көлікті де таптым. Бір көлікте несі батарейкасы өліп қойған екен, аккумуляторы. Оталдыру керек еді ана. Немен қосып қойып. Прикуриватель дейді ғой әйтеуір. Jump box дейді бізде. Jumper box. Мынандай үлкен 2500 алып кетемін. Мынау екіншісі. Мұны тауып оталдырып қойғам. Сонымен екі қызыл, бір көк. Ана екі қызыл анау сияқты, мыналар сияқты ғой. Осыларды тез-тез қазір тексеріп, суретке түсіріп, оталдырып, бәрін оталдырып қоямын да, нелерін қосып қоямын. Отыз бір жиырма төрт. Негізі мына work order деген мен іздеу керек. Қай жерде еді work order. Мына номер. 8785 деген номер бір жерде. Мына 8785 work order. Күн жанып тұр. Күнні 120 градус Фаренгейтпен көрсетіп тұр. Бірақ 120 емес, бір шамамен 110 болып тұр. 110 дегеніміз бір 40 градусқа жақын. 110 Фаренгейтпен. Мына Blue деген біреу бар еді тағы да. Blue деген көк қой. 29-78. Мыналар біраз болған сияқты. Мына наклейкаларын түтіліп кетіпті ғой кәдімгідей. Немесе күн соншалықты ыстық. Көп ұзамай түтіліп кетіп отыр, сарғайып кетіп отыр қағаздары. Бұдан бөлек суреттерге түсіріп алу керек. Мынау соңғысы, бесіншісі. Осыларды артып алып кетем ғой, 30-39. Вин номермен 30-39. Үрватыр болды. Бірінші оталдырып қойғанын шығара берейін. Қараны оталдырған едім бірінші. Ең маңыздысы бәрі табылды, кілттері бар. Бұларды ашуға енді дайынбыз. Мына жерде осы арадан алысқа кетпей, қазір суретке түсіріп алу керек. Осы жерде аукционнан шықпай. Мынаусы бұл қара деп тұрған black. Мынауға қалғандары. Қазір бәрін шығарып тастаймын да. Бәрін шығарып тастағаннан кейін асықпай артам аяқта. Сағат 3:38 кетті. 5-ші көлікті алып шықтым. 1 сағаттан сәл астам уақыт кеттім да. Ең бірінші басында ана jump стартпен прикуривать етіп оталдырған пикап трак қой.
Бұны ең соңында алып шықтым да, мына алып шыққаннан кейін өшірмейтіндей қылыпшы. Әйтпесе мына басында ма немесе ортасында ма алып шыққанда өшіріп кілтін өзіммен алып кету керек едім да. Өйткені мына жерде от алдырып қалдырып кетуге болмайды, кілттерін тастап кетуге болмайды ішінде. Көліктердің шек ұрлап кетуі мүмкін көліктерді. Сонымен мынаны қазір енді соңында сөйтіп сол себептен алып шыққам. Мыналарды алып шығып қазір кілттері қалтамда ғой. Мынаның кілтін анау мынаныкі. Бұныкі мынау ғой. Енді қазір қайтып от алдырып қоям да. Қайтып от алдырып қоям бәрін. Кішкене салқындатып тұрсын. Ауа райын тексерген ғой бағана. 112 градус Фаренгейтпен 112 градус дегеніміз ол 45 Цельсиямен. 45 градус Цельсиямен. Негізі мынандай шынжырлармен зор кетеді да негізі. Бірақ бізде шынжыр қоятын жер жоқ. Шынжырлардың орын бәрінде тартпалар, белдік, страп дейді ғой. Белдіктер. Белдік дей ма, не дейді өзі? Тартпа ма? Арқан ба? Қалай дұрыс айтса болады өзі. Мен бүкіл жұмыс мына жерде болады да. Қазір ана ақ көлікті түсіріп, артпен мына жаққа артам да. Сосын ана ақты артам. Сосын ек қызылды төбесіне, мына қара мен көкті астына артам ол. Осылай жұмыс жүріп жатыр енді. Андай күн жанып тұрған кезде негізі жұмысқа мүлдем тәбет жоқ. Бұл көліктер қиын болып саналады негізі. Артуға ше өте қиын негізі. Мыналар ешақтай үлкен. 1500-дер болғанда кішкене жеңілірек болар еді. Мына 2500-дерді сәл қиындау. Мына жерде тағы да бір сағат, 1,5 сағат кетеді, одан көп кетіп қалмаса. Сол қоймен жұмысты бастайын сол. Сағат 6-дан 55 кетті. Ауа райы сұмдық болып тұр кәдімгі. 42 градус болып тұр. Кешкі 6:55-тің өзінде. Енді біттім сол. Шаршат жердім, кәдімгі қинадым жүк. Қазір кететін болсақ, мына жаққа келгеніме 4,5 сағаттай болып қалды ғой. Шамамен 1 сағаттан астам көліктер шығардым. Сонымен 3 сағаттан астам жүктедім ғой мыналар. Сөйлеуге шама болмай тұр мына. Кәдімгі күнмен мына жүк қинап жүрді кәдімгідей. Мына көп дем алып жүргеннен қол шығып қалған ол бар. Одан бөлек мына күн кәдімгідей әлсірет жүрді ғой. Біраз болған еді күннің астында. Мынандай жұмыс істемегелі. Оның үстіне мына жерде мынаны ананы қатылап атып бүйтіп мына жаққа тұрып алған едім да, бүйтіп тұрып бүйтіп тартып атқан едім. Тарс етіп үзіліп кетеді. Сонымен артқа кеткесін ғой мына жаққа жерге. Сол жерде мына қолымды сәл жүріп алдым. Үсті басым кір. Терлей беріп тұздар шығып кетті ғой. Сонымен мына аяғымды сәл ауыртып алдым. Одан бөлек осы аралықта 3 литр су ішіп тастадым. 3 литр су ішіп тастадым да бір рет кіші дәретке бармадым.
мына рамдардың бәрін бүйтіп төрт жағынан жақтауларынан тартып тастағам. Бүйтіп тартылмаса шли биік болып кетеді. Әйтеуір мына төртеуі мына төртеуі еді ғой тіркемедегі ең маңыздысы артылатын. Мыняқа онсыздан ақ кіретін біліп тұрдым, аняқа солай кіретін. Сөйтіп кіргізу жоспарлап келгем ғой. Мыняқа енді кішкене сұрақ болған еді да сол. Бірақ сонда да қазірдің өзінде биік болып тұр. Мыняқ 14-2, мыняқ 14-3, 14 фит 3 инч. Ол негізі биік сәл 14 болу керек. Бірақ біз жүре береміз. Мыняқта ондай көпірлер жоқ аласа. Сол Агая жақтарда, Индиана, Агаяда болады негізі 14. Агая, Индиана жақтарда мүлдем 13-6 болып жүру керек. Біз ана Миссисипи өзенінен ары қарай шығыс жаққа 13-6 болып жүру керек. Миссисипи өзенінен бері қарай 14. Сол ақшты екіге бөліп отыр ғой. Бұлай қақ ортасынан емес, бұлай 35% батыс жағын, сонымен 35% 35% шығыс жағын, 65% батыс жағын шамамен. Немесе 30-да 70 па. Ой, шама жоқ мына сөйлеуге ше. Бұлай айтқанда 7 болып отыр ғой қазір. Алдымызда 2000 миль. Қазір. 4,5 сағаттай болды ма мына жерде. Оның бір шамамен 20-30 минутын ішіне кіріп демалғам, жатқам біраз. Маза кәдімгідей болмай кетті. Күн шли ыстық. Үсті бас кір болып кетті. Бет күйіп кетті. Бір күннен сақтанатын үлкен шляп алған едім негізі. Кеше үйден алам деп ұмытып кеттім. Міне баратын жағымыз екі жерге барамыз ғой. Мына 5 пикап трак түсетін жерге бірінші, сосын Акура түсетін жер. Бірақ Акура түсетін жер негізі Колумбуста да. Негізі бірінші Акураны түсіріп, былай кеткенде дұрыс болар еді. Бірақ енді 5 пикап тракты түсіріп, қайтып артатын не жоқ. Артқым келмейді қайтып. Сондықтан бірінші 5-еуін барып түсірем. Сосын мынаяқтан 100 ба, 150 миль, 150 мильдай ау. 150 мильдай төмен түсіп, бірақ жүк мынаяқтан шығып қалуы мүмкін да. Сөйтіп жоспарлағанай, мына Толедодан немесе Детройт жақтардан мен көреміз енді. Амал жоқ, мен бірінші мыналар 5-еуін түсірем, кейін барып төменге түсем. 1950 деп тұр. 1950 ол 2000 миль ғой. Мен мына жерде мына жолмен бармаймын да. Мен мына жолмен барам. 40 мильдей қосылады. 50 миль ғой, 2000 миль ғой. 2000 миль, сомен оған 360 миль қосамыз. Бос келгенім ана бір машинаны, бір көлікті алып Акураным. Мыняққа келгенім 360. Сомен анаяқта тағы да 150 жүрсем, сомен 2500 миль болайын деп тұр ғой бәрі. 2500 миль дегеніміз 4000 шақырым ғой. 4000 шақырым жолда, алда. Содан құдай деп жолға шығамыз енді. Бірақ мына кәдімгідей шаршатты. Бірінші күннен кәдімгідей қиын, өте қиын. Жүгі алып, диспетчерге кішкене әңгіме айтпасам. Бірақ әңгіме айтқанда да олар да мына зор қалды. Қазір базар онша болмай жатыр. Зор қалды мына жүктің өзін. Әрең 2 күн күтіп, бұлай айтқанда 2-3 күн күтіп. Солай жолға енді. Мына жолда енді сол алда біраз штаттар бар, сол жолда кетем ғой. Бүгін шамалы жүрем. Жүре алғанша жүрем, сомен ертең сосын ар күні жететін жоспарым бар, бірақ жете алам ба, жете алмайым ба білмейді екен ше. Мына баста жалпы мұны ғой 4 сағат 40 минут болыпты ғой келгеніме.
Bölüp koydum da mına 40 minut жүктедім есебі, оф 3 сағат 57 минут дем алған есебі болдым да. Мынаған жазылмай ақ қойсын деп ше. Логбукқа, күнделікке. 5 сағат дейді, күнақта 5 сағат деп тұрып айтқанда. Бүгін күні бойы көліктер жинаумен кетті. Осындай жалпы жағдай. Жұмыс барысы осылай. Ал енді Құдай беріп жолға. Бүгін бізде сенбі 21 маусым. Агая штатына келген ғой, қазір бізде сағат таңғы 25. Келетін жеріме кеп қалдым. 1,6 миль қалды ғой. Екі минут деп тұр. Осындай ауылды аймаққа келгем ғой. Үлкен қала, жақын үлкен қала Толедо деген қала Агая штатында. Мына жерден 1 сағаттық жерде орналасқан. 45-50 мильдік жерде орналасқан ғой, былай айтқанда. Мына жерде бұрылмай екен ғой. Шамалы жүріп, оңға бұрылу керекпін да, соған мына жерде ма деп қалдым ғой. Сонымен 5 пикап тракты түсірем қазір. Одан кейін 100 мильден астам жүріп Колумбусқа барам ғой, ана бірінші көлікті алған түсіруге, Acura MDX деген кәсі. Көрейін деген онда қалай кет баратқанымды, жақындап баратын жеріме қалай баратынымды, қалай қай жеріне тоқтайтынымды кейін кіріп сөйлесіп көреміз қалай болады. Мынандай тар жолмен кетіп баратым. Негізі анаяқтан келуге болар еді, бірақ анаяқтан келсем бүйтіп айналып қайтып ар жаққа қарай жүру керек еді. Мына шамал айланып өтетін жолды алып менің бағытымда да, былай айтқанда менің бағытымда болғанда басты бір жолмен келатқам ғой анаяқтан. Сонымен тура мына ауылға келіп, солға бұрылып, мына жаққа келіп айланып кетуге болар еді деп. Бірақ анаяқтан кеп дереу сол автодилерге де кіріп кетуге болар ма еді, көреміз ғой енді. Енді мен тәуекел етпей ақ қояйын деп былай бара салғам ғой. Дереу мына мен жақтан болсын деп баратын жерімше. Қарама-қарсы бағытта болып қалса, жолдың арғы бетінде тоқтауға болмайтын жер болып қалса, бәледі тұра алмайсың емеркін. Ал былай өзің жағыңда болса, жолдың арғы бетінде емес, өзің беткейіңде болса, тұруға болмайтын жер болса да, бір амалдап тұруға болады да, мына жерде түсіріп жатырмын ғой деп, сендердің есік алдарыңда тұрмын ғой деп, былай айтқанда. Жолдың арғы бетінде болып қалса, басқа бір мекеме айту мүмкін де, бұл жерге қойып көліктер түсіруге болмайды деп. Мына бір мектептері бар екен, мынандай үлкен, зор. Bellevue Elementary School дейді ғой. Мына қалашық, мына ауыл Bellevue ғой, былай айтқанда. Bellevue, Агая, мына Bellevue бастауыш мектеп. Бастауыш мектептің өзі деу. Мына жерде жүгерілер өсіп жатыр. Meyers CDJR ғой, Meyers Chrysler Dodge Jeep Ram. Мына жер ғой. Мына жерден қай жерге кіреді екенбіз? Мына жерде қоятын жерде жоқ қой.
бүйтіп мына жерге қоямын да, ішіне барып сұраймын ғой енді. Your destination is on the right. Ішіне барып сұраймын енді. Келетін жерімізге келдік. Мына жүрілген мильдар міне 2398 миль болды. Содан мына жерден Колумбусқа дейін, мына Колумбус деп қойсақ, шамалы 100 мильден астам ғой мен баратын жерім. Мына 98 миль деп көрсетіп тұр. 90 сәл 100 мильден астам мен баратын Head жерім. south on Ohio 269 South. iPhone-ым across арқылы Toledo көрген Street едім. toward Northgate Drive. Сонымен қазір барып сұрап көрейін. Қай жерге кіріп түсірейін деп көліктерді. Мына логбукты неге қойып қоямыз? Drop off модқа. On duty drop off. On duty дегеніміз жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ айдап жатқан жоқпыз да. Сосын drop off деген көліктерді түсіріп жатырық деген ғой, тастап кетіп жатырық деген сөз да. Алыс жол болды, кішкене асықпай түнде ұйықтап жүрдім ғой. Осындай жүк. Ішіне барып сұрайын енді. Не дейді екен аналар? Мынаның ішіне кірсем жақсы болушы еді негізі, бірақ мына жерде жолда да түсіре беруге болады, өйткені андай не да? Аса трафик көп емес, аз. Көреміз ғой қазір. Қай жаққа кіретінін. Аналар күтіп қарап тұр, бір-екеуі ішінен. Бүйтіп мына жерден кіріп, ана артына барам-ау, көреміз, сұраймын ғой. Hey, good morning, sir. Anywhere back there on the stone you can unload, all right? Right there? Anywhere Okay. back there or across the whole back on the stone you Okay, can unload. no problem. And where do you want me to put the trucks? Right there? Just like next to the dumpster that way. Next to this yellow dumpster? Yeah, and then just line them up that way. Line them up. Yep, Facing and- that way? Facing the... It doesn't matter. Okay. You want me to bring the keys to you or leave them inside? No, you can bring them on in. Okay. Thank you. Ана жерге кіріп, кез келген жерге қойып, жақсы болды. Кез келген жерге тұрып, түсіріп, бір қатарға қойып қоя салды еді ғой. Сосын кілттерді әкеп бере салды еді. Енді сонымен қазір жұмысты бастаймын, қазір мына жаққа кіріп кетіп. Шамамен бір 45-50 ары кетсе 1 сағат кетеді-ау деп ойлап жатырмын енді өзім. 1 сағатта түсіріп тастау керекпін. Сонымен мына төбеден басында тұрған аккурантты тіркемеге жылжытып қоямын-ау. Жақсы болды, мына жолда түсірмейтін. Осындай автодилерлер зор да, артында орындары көп ше. Сонда анаяқтан кеп, мына жерде тұра тұрып, кейін бүйтіп кіріп кете салуға болар еді негізі. Бірақ енді білмейсің ғой кейде білмейсің. Былай ішіне кіруге бола ма, болмай ма, ішіне кіруге болмайтын болғанда сәл жоғары жүріп, айналып кеп, мына беткейге тұру керек болар еді. Өйткені мына беткейде тұрып түсіретін болсам, мыналар бәле болуы мүмкін, мыналар. Енді мыналармен қарым-қатынастар жақсы болса, үндемеуі де мүмкін. Енді білмейсің да біз. Сол әр жерде түсіреміз, әр жерде артамыз. Сондықтан дереу былай, енді өзім тәжірибем бойынша сөйтіп өйстіп. Менің өзім беткей жағымнан
Болған жақсы да баратын жерімше. Солай. Мына жерге негізі тоқтамай келгенімде таңғы 4-те келуші едім сол, бірақ таңғы 4-те келмей сол. Түнде тоқтап, 4 сағат ұйықтап, неткем демалып алғам сол. Кеше түнде 8 сағат ұйықтағам, алдыңғы түнде 8 сағат ұйықтағам. Асықпай жақсы келдім негізі. Тез-тез мына жерде түсіріп тастау керек қой анда. Мен дереу басымды бұрып алайын, аняқа шығып кететіндей қылып. Негізі былай аняқадан нетсем болады, бірақ мына жаққа істей берейін. Арғы беткейінен де шығып кетуге болады, бірақ мына жағынан кірген соң о жағынан нете берейін. Мына жерге бүйтіп қатарынан қоя берді. Бәрекелді яғни. Осылай яғни жұмысты бастайын бұйырса. Былай. Нені? Тормозды басамыз, тормоз не еді? Тежегішті басамыз, PTO-ны қосамыз. PTO дегеніміз ана не ғой? Power take off деп аталады. Не дейді мына? Қызық болды. Круизді қоспайын десем, unavailable speed control. Не болды? Өшіріп қосып көрейінші. Мұндай болмау керек еді. PTO-ны қосқаны кейін ана круизді көтеріп қою керекті, қосып қойып ше обороттарын. Оборот қалай еді? Қозғалтқыштың со. Қозғалып отқан айналмасы ма не дейді өзі? Мына бір несі бар ше, ауруы бар мынаны ше. Мына қосылды. Ауруы бар, бағана мына жерде стоп жанып тұрды, тағы да бір жазулар жанып тұрды, сол шыға беретін болған. Сол. Мына енді төбесін дереу көтеріп тастай салайын. Астынан асықпай бастайым ғой. Мына жерден ауа райы зор болып тұр. Тапшкамен жүре берем ғой. Кеп аяқ киім киіп алам ба дегенін кимей-ақ қоя салам. Алдында аяғым ауыртып алған едім со. Сәл ісіп қалды ғой мына. Бірінші күн со ауырып шолақтап жүрдім. Қазір екінші күн, үшінші күн ауруы басылды. Жақсы болып қалды. Қалай көтереміз, мынаны бәрін көтеріп тастау керекпіз. Жай-жай бүйтіп бір жағын дереу, бір жағын ғана бірден бүйтіп көтеріп тұрсаңыз кейде болмай қалуы мүмкін. Бір жағы басқа жағы түсіп басып қалуы мүмкін ше. Ондай жағдайлар болған. Бір жағын бүйтіп төбеге дейін көтеріп алам деп, мына жағы түсіп атады да, мына жақта астында тұрған көлікке қарамай, мән бермей, сонымен төбесінен зақымданған кездер болған. Өзім жасамам, бірақ балдарда көргенмен өзім үйретіп жүрген кездердегі балдарда болған. Енді тракты өшіріп қоям да, көтеруін көтеріп ап, мынаны да көтеріп қояйын. Мынақты да сәл көтеріп қоям. Көтерілді. 9:39 болды. Қазір енді көреміз қанша уақытта бітетінін.
мына жерден былай су, кез келген сусын алып кете беруге болады, ішуге болады. Тұтынушыларға арнап қойған ғой. Кофе, чипстар бар. Мына авто дилердің іші. Су алып алдым, суым қамаған еді. Жұмыс бітті міне. 10:28 ішіне кіріп, кілттерін тапсырып, қолдарын алып дегенде амандасу емес, ана қол таңбаларын алып та өзімнің неде приложениеға көліктерді алды, қабылдады, тапсырды дегенде ше бәрін былай қойып қойдым. Сол 10:39-да бастаған едім, 10:28-де толығымен біттім де көліктерді түсіріп. Ал келгенімен бірге қосқанда 1 сағат болды, былай айтқанда 5-10 минут бітіп кеп, тоқтап, анаяқа барып, неяқа кіріп, айналып келгенім болса, тура көліктерді түсіріп бастағаныма 50 минут болды. Енді мынаны бітіп дайындап қойдым да, мына көпірді бір шығарып қойғаннан кейін, оның ішіне кіргізіп, шығарып жүрмес үшін бітіп шығарып дайындап қоя салдым да, ананы да босатып қоя салдым. Қазір жылжытып ана жерге қойып қоямын да, жеңілірек болсын деп. Әйтпесе ана Колумбуста білмеймін да қай жаққа баратын. Ана неден қарасам, ғаритадан қарасам, андай GPS-тан қарасам, тура андай қаланың ортасына барат екем да. Сонымен мынандай керемет жерде бүйтіп босатып жылжытуға неге жасап қоймасқа дегенім ғой. Айтқанда енді бірнеше себептер бар ғой. Талдар болып қалуы мүмкін. Одан бөлек мыняқа қойғаннан кейін кішкене жақсырақ жүреді. Кішкене ана жанармайында кішкене үнемдеу мүмкін. Мына аяғым қайтып ауырып бастады. Сол. Осыны енді тез қазір мына жерге қоям. Мына жерге қоям да. Сонымен ары қарай кетем. Ары қарай 2 сағаттық жол ғой шамамен. Ана Колумбустағы тұтынушымыз күтіп тұр. Бұлай айтқанда осы сапарымды қорытындылап кететін болсақ, тез бана дайындап қоймаппын ғой. Сапарымды қорытындылайтын болсақ, мынаны босатқан едім. Босаттым ғой, бәсе. Айберсін қазірше. Қорытындылайтын болсақ, мына көлікке со $900 төленеді. Ол қазір жеткеннен кейін дереу маған өзіме төлеу керек, немесе компанияға со Каспий Голд сияқты немен Зейл арқылы жіберу керек. Немесе маған, немесе біздің жасап жатқан компанияға. $900 бұл көлікке, сосын ана 5 көлікке, басты жүкке, мына маңызды жүкке. Мына несі ғой, қол тежегіші ғой, тұрақ тежегіші. Мына 5 пикап тракқа $4800. Сонымен бәрін қосқанда мына жерге бұлай қойып қоям да. Бәрін қосқанда $5700. $5700 жүрген араға шықтық. Қазірге 2400 миль болып тұр. Со басында айтқанда 2500 болады. Со 2500-ді $5700-ға бөлгенде 1 мильге $2.28 шығып тұр. Бүкіл бос мильдарды мына
жүктеп жүрген мильдардың бәрін қосқанда со Лос-Анджелестен бастап айдағаннан қазір Колумбусқа дейін барған 2,5 мың миль болады. О 4 мың шақырым, 4 мың шақырымнан сәл астам. Сонымен мына электрик хойсты қосқанда, трак өшіп тұрған кезде электрик хойспен басып тұру керек. Сонымен мынаны істеймін. Аяғыммен баса саламын да былай. Сонымен 2-де $28. Негізі бүгінгі базар үшін негізі нашар деп ойлаймын ше. Өте нашар. Өйткені $2.28 пен General Fleet дейді. General Fleet ана Drive-in, Reefer, Open Deck'тар, Open Deck, Step Deck, Flatbed дегендер. Солардың өзі со $2, $2,5, $3 мен жүрді қазір. Amazon'ның өзі Hook and Drop деп атайды. Hook and Drop, Amazon, Power Only. Тек ана басымен ғана, бобтейлмен ғана жүретіндер. Кез келген тіркемені алып кетеді. Amazon'нан, немесе Swift'тан, Walmart'тан, JB Hunt'тан, немесе пошталарды, FedEx, UPS'тарды тек тіркемелерін алып кетіп, жалғап, апаратын жеріне жеткізіп тастап кететін жұмыс. Соның өзінде $2 жасайды да, қазір $2 мен жүріп жатыр. Айналдырғанда. Біз олардың жұмысын бәрі оңай ана Step Deck, Open Deck'терден басқасын бәрін. Open Deck'терде, Step Deck, Flatbed'терде жұмыс көп. Оларға енді мейлі, оларға арзиды. Жұмыс жасағандарына ше. Ал аналармен салыстыратын болсақ, осындай кезде кішкене арташиды. Өйткені біз соншама жұмыс істейміз. Соншама тәуекел етеміз. Өйткені мына жүктермен мен 2000-нан шақырым астам Феникстан алғалы ауыр болып келдім. 80 мың паунд ала аламыз негізі. 80 мың паундқа рұқсат бар да, мен бір шамамен 83-84 мың паунд болып келдім. Одан бөлек биік болып келдім. 14-те 3 болып келдім. Сондықтан өз ойымша, мен ойымша аз деп ойым да. Бұндай жүкке өлдім дегенде $3 шығу керек. Мына жүктің өзіне, мына Феникстан өшерге дейін 2000 мильді 4800 төлеп тұр. 2-де $40 шығып тұр. Оның өзі азды мына 5 кеше 5 пикап тракқа. Өйткені мына 5 пикап тракты онша-мұнша адамдар, онша-мұнша шоферлар ала бермейді. Сондықтан бүгіндікке көлік тасымалдау базары осындай болып жатыр нарықтары. $5700-дың $5700-дың 30%-ы шофердікі ғой. Сонда $5000-$1500, ар жағында $700-дың 30%-ы қанша болады? $200 ма? Қанша? $250 ма? $1700 ғой шамамен. Сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі бүгін. Бүгін бітіріп, қазір түске дейін келесі жүгіме кетем да. Келесі жүк дайын. Осындай жалпы. Мыняққа келгенге дейін 3 рет жанармайына тоқтадым. Құюға 1 рет $600-ға, екінші рет $500-ға, сосын үшінші рет осы Агаяда $650-ға. Сонымен соляркаға кеткен ақша 1100, 1750. 1750, бірақ әлі жанармайым тола да. Жұмысты бастаған кезде Лос-Анджелесте жарты неден төменеді, жарты бактан төменеді. Бакты қалай атайды өзі қазақша. Сондай жалпы. Тез негіз жинап кету керек маған. Бүйтіп жауылап қолға кепістемеппін ғой. Осындай жалпы. Енді барына базар. Құдайға шүкір, не болмағанда да,
не болғанда да жұмыс бар, жасап жатырық, ақша тауып жатырық, өмір сүріп жатырық. Құдайға шүкір. Күнімізді әйтеуір ептеп үйтіп амалдап көріп жатырық. Бірақ енді Американың көлік тасымалдаудың нарық бағасына келетін болсақ, сәл төмендеу бүгінгі бағалар. Сондай осындай бағалар осы шамал 2-3 айдан бері сөйтіп төмендеп тұр дейді ғой әйтеуір. Енді қимылдап бастап жатыр дейді енді базар. Енді білмеймін, көреміз. Мен енді жұмысқа шықтым, сол көреміз. Сол енді барлықтарыңызға сәттілік. Шамамен қазір 2 сағатта жүріп 11-де шығайын дейік. Мияқтан қазір барып жуынып алам. Тағы да су буып алам. Суым қалмаған еді менде. 1-де жетіп, 1-де тастағанның өзінде сонда бүгін түске дейін біткен болам да. Ана Колумбустағы тұтынушы қоңырау салып қалды, соған 2 сағат, 2,5 сағат ары кетсе дедім. Сол кезге барам деп. Сол бұл енді сапарымыз бітті дей салайық. Айтқанда бітті ғой, енді бір-ақ көлік қалды. Құдай қаласа аман есен жетіп тапсырып та кетем. Келесі сапарымда кездесудеміз. Аман сау жүріңіздер, сау болыңыздар. Кез келген сұрақтарыңызды жазып, лүпіл басып, пікірлеріңізді тастап кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер менің жұмыс сапарларыммен. Сау болыңыздар. Сағат 11-ге 3 қалды мына. Ішіне кіріп, жуынып, шайынып шығам дегенше осынша болып қалды. Сол аяғым жуып атсам, енді байқаптым ше. Енді байқаған екен, мына жағы көгерген екен ғой. Неғі көгерген. Байқамаптым да ғой, кәдімгідей ауырып бастап жатыр қайтадан. Осындай ананы қаттылап қойдым, болды. Оталдырып қойдым. Іші мұздап тұрсын деп. Сонымен жолға шығам енді. Сон аяғым жайлы айта кетейін деген ғой. Бағана 3 күн бойы өзімді байқамай жүрдім ғой, көрмей жүрдім ғой, көгеріп, мына сырт жағынан ысыпты ғой деп неттім да. Сонымен сырт іш жағын көрмеппін. Мынандай аймаққа келгем қаланың ішінде. Толығымен жүрген мильдер 2492 миль болды ғой. 2492 миль. 2500 дей беремін бұл 4000 шақырымдай. Соңғы көлікті әкеп түсіретінді жолдың бойында тұрмын ғой. Амал жоқ. Мына жерде тез-тез түсіріп кету керек. Түсіріп тастап. $900 маған төлеп қойды. Мен анаяқтан шыққан кезінде мынаяққа бір сағат қалғанда. Hey, how you doing, sir? It's okay. Eric. Mine is the last one. Yeah. That's good. Yeah. Nice. So I got your payment. So I'm gonna unload. You're gonna get your vehicle and I'm gonna be gone. You are going to. Yep. No problem. So енді осыны көрсетіп жіберейін деген ғой, тез түсіріп ары қарай кетем. Қазір сағат менде 1-ден 22 кетті. Сол осымен бұл сапар бітті. Келесі сапарда көріскенше аман сау болыңыздар. Лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңыз болса ұялмай жаза беріңіздер. Аман сау жүре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болып.